Жаңабайдың жігіті бұрын тамаша әзіл-сықақ театры, қазір ТТ театры болды. Сол ТТ театрының актері Дидар Пернебек Жаңабайдың жігіті. Рахмет. Ассалаумағалейкум, қош келдіңіздер құдалар деп бірінші құдаларға жақсылап сәлем беріп алайын. Өйткені осы бүгін жаңабайлар жауып күн ау деймін. Мен де жаңабаймын. Естішті? Біз екі тамада да жаңабай болып келіп отырмыз. Бірақ мен байқаймын, бүгін арғындар мен жаңабайлардың құдалығы емес, арғындар мен аралардың құдалығы болып отыр. Иә, жаңа 4 арамен ерексіп қалдым. 4-еу самсамды көтеріп әкетіп барадым. Қоқпайыңдар дедім. Bir ара көз алдында қымызыма тұншығып өлді ғой, сауап көрді. Иә, әзіл ғой. Жаңабайлар төрге шыққан екен. Елдің бәрі жаңабайларды жылқы ұрлайды, анау мынау дейді ғой. Конократ дейді, олай емес. Жаңабайлар қазақты асыраған кезде ашашылықта сырттан ішке тасыған естің жоқ. Біз жаңабайды. Сосын жаңабайлар жылқы ұрлайды дейді да, ол да өтірік. Егер жаңабайлар жылқы ұрлайтын болса, именно жаңабайдың бабасының ескерткіші Михалкода жаяу тұр ғой. Қалған елдің бабалары аттың үстінде тұрса, именно жаңабайдың Байзақ бабамыз жаяу тұр ғой, ағайда дейді. Так что ситуацияға байланысты жүре береміз. Әзілдесіп жатырмын ғой, бұл жерде адайдың да жігіттер отыр ау деймін. Жалпы бөлінбей қазақпыз ғой, бірақ жаңабай сияқты ел жоқ. Сразу айтайын, өзім жаңабай болғаннан кейін мақтап жоқпын. Шапырашпен адай көшеде ерексіп тұр дейді. Жерде 500 теңге жатыр дейді. Шапырашты айтады дейді, адай ана 500 теңгені аласыншы деп. Адай айтады дейді, көке, мен адайым, аспанда құдай, жердің астында мұнай, ортасында адай, сөйтіп тұр 500 теңгеге ең кейін бе? Сен ал деп. Шапырашты айтады дейді, көке, менің атам білесің ғой, 30 жыл биледі. Мен 500 теңгеге бола, мен де ең киімеймін. Сен ал деп ерексіп тұрған ғой. Сөйтсе жаңабай өтіп барады дейді. Ай, осы жаңабай шақырайық, шақпалады деп. Жаңабай бергеш деп. Жаңабай келе жатыр дейді, жайлап бірдеңе бұйырып қала ма деп келе береміз ғой. Не болды деп, сөйтсе екеуі айтады дейді, жаңабай, ана 500 теңгені аламай тұрып, сен аласашы деп. Сол кезде жаңабай айтыпты ғой, айып етпеңдер жігіттер, мен жаңабайым, жаңабай болып тұрып, никогда 500 теңгеге бола ең киімеймін деп, қалтасынан апатындасыңшы, 500 теңгеге ең киімеймін деп, қалтасынан 5000 теңге шығарып жерге тастап, 5500-ге ең киюге болады. Амалын тауып, ана екеуің мей жетпейді. Алып көті көріп қой, тастаманы ұрып қой. Әзір ғой, бөлінбейікші, бәріміз қазақпыз. Өткенде Назарбаев атамыз кетіп баратып айтты ғой, қазақтар руға жүзге бөлінгенді қояйық, одан да бәріміз шапырашты болайық айтып өтті ғой. Біздің қызымыздың есімі кім еді, ұзатылып аққан? Дәрия қызымыз. Дәрия қызымыздың осында ата-анасы мен Әкпен қайда, Дәрия қыздың анасын есімі кім Дәрия Әкпеннің анасының? Гүлайым. Гүлекең, я? Гүлайым деген апамыз бар еді, содан атай алмай Гүле деп кеткен. Атай алмай жүрсті. Гүлайым Әкпен жүрме осы жерде. Өйткені Гүләпше дей берейін, я? Ана шешесін көріп қызын ал дейді ғой қазақта. Өте инабатты, ибалы елдің қызын алып отырсыздар. Әйтпесе неше түрлі қыз ұзату тойда жүріп қой біз. Бір қыз ұзату тойда қыз ұзатылып жатса, елдің бәрі жылайды ғой. Елдің бәрі жылап жатса, қыздың мамасы жыламайды дейді, Гүлекең сияқты. Сосын елдер айтып, масқара ғой. Жыламайсың ба? Елдер не дейді ертең? Қызы кетіп алғанда шешесі жыламай тұрды деп айтады, жыласайшы десе, қыздың мамасы айтады дейді. Мен қызымның мінезін өте жақсы білемін ғой. Так что мен емес, құдағи жыласын деген. Ондай емес деп, көрсетейін дегенім ғой. Келді ма, Гүлайым Әкпен, бер қарай қыздыршы құдағилардың басына. Осындай қызды тәрбиелеп баптаған анасы әкем осы жерде жүрме көкеміз? Көке, екеуміз бақытты болыңыздар. Қазақта сөз бар, жүргізсең де билікті мың кісіге, бөленсең де дүние түлкісіне, шіркін-ай оның бәрі жетпей деген өз қызыңның бақытты күлкісіне дейді. Ата-ананың арманы қыздың бағы жанғаны, өздеріне лайықты елге келін болғаны дейді. Осы кісілердің тойы шапалақ ұрып қол соғып қойсаңыздар болар еді. Өйткені әр елдің арманы әртүрлі екен ғой. Мысалға орыстар үй соққан кезде уф болдым ау дейді екен. Там соқты ма болдым ау дейді. Өзбектер бір саудадан жетістікке жетсе уф болдым ау дейді екен. Түріктер тал соққан кезде, тал еккен кезде уф болдым ау дейді екен. Ал қазақ қай кезде айтады білесіздер ма? Ұлын ұяға, қызын қияға қондырған кезде ғана уф болдым ау, жеттім ау дейді екен. Мен керемет қазақты келесіздер. Керемет.
Туғыз, біздің құда-құдағи бар ма осы жерде? Біздің күйеу баламыздың ата-анасы. Бар. Құдағи есіміңіз кім? Нұрзада құдағи. Келініңіз құтты болсын. Енді бүгіннен бастап сіз өзгеріңіз құдағи. Шын айтам, анау қолыңыз ұзарды, тіліңіз қысқарды дейді ғой, ол точно айтылған ғой. Келін алып, қолыңыз ұзарды деген сөз бүгіннен бастап іштеңіз істемейсіз. Бірден істейін десеңіз, келініңізге мама мен істей салам, мама мен сүрте салам, мама мен жуа салам, мама мен тазалай салам деп. В общем, келініңізді мамалатасыз ғой, құдай қаласа. Тілі қысқарды деген сөз, сіз көкеме қалай сөйлесеңіз, келініңіз балаңызға тура солай сөйлейді құдағи. Так что өзгеріңіз бүгіннен бастап. Баяғы әңгімені қойыңыз, тек қана отағасы, өмірімнің мәні, бақытым, әппағым деп қойыңыз. Сөйледі құдағи, сіз тұрасыз да, ё-моё, мына кімнің қатыны деп шыққан. Сондай бақытпен жете берсін деп бір шапалаға қол күйеу бала шығып кетті ғой деймін, шөді өкпе, қайын жұртты өкпесін болмай емесін. Құдай қаласа бақытты болсын, мықты жігіт бол, күйеу бала. Тізгінді сразу ұстап ал, еркектің екі-ақ түрі болады негізі. Келді ма күйеу бала? Кән күйеу бала? Молодец күйеу бала, шақалай құрып, қол соқты қойсаңыздар жігіт. Күйеу бала? Тізгінді жақсылап ұстап ал, сразу беріп қойып жүрме. Өйткені еркектің екі-ақ түрі болады. Біріншісі әйелінің айтқаны тыңдайтын еркек, екіншісі әйелінің айтқаны бәрібір тыңдайтын еркек. Көресің, әйелді әулие санама. Сразу айтайын, көп жігіттер қазір әйелін әулие санайды. Дұрыс емес. Тура біздің күйеу бала сияқты бір жігіт молдаға айтады дейді, молдеке менің әйелім әулие ғой дейін деп. Қаяқтан білесің десе, түнде ұйықтап жатқанда әйелімнің көрпесі жанып тұрады деп. Сөйтсе молда айтады дейді, топас, әйелің әулие емес, просто көрпенің астында сенің телефоның шұқылап жатыр деп. Ондай ситуацияда болады. Рахмет. Енді мына қабыл болсын. Тәңірім сізге гүлден берсін, осы келе жатқан айда 1 жылдық пенсияңыз сразу бірге келсін. Жақсылық әрқашанда тақау болсын, келініңіз сөз қайтармайтын мақау болсын. Қабыл болсын. Ене мен келін подружка болмай үйге береке кірмейді. Ене мен келін құрбыдай, подружкадай болу керек. Менің де әйелім, анам бар, 5 балам бар. Мен де 5 баланың әкесімін, шабана көріп көзіңді болады. Сондай болды қазір келінде той беретін болды ғой тұрып. Рас қой, көп баланың әкесімін. Мамам мен әйелім екеуі подружка сияқты. Сізге Құдай айтайын деп едім. Келініңізбен құрбы сияқты болыңыз, өте подружка сияқты. Екеуі тойға кете береді, мені апармайды да. Әйелдердің той болады, бесік той. Өткенде екеуі тойға кетті. Тойдан екеуінің настроениялары болмай келді. Мен бір сұмдық жағдай болған екен деп не болды десем, ештеңе болмаған. Просто екеуі тойдан толтырып алып шыққан пакеттерін таксиді ұмытып кетті. Екеуі қатты қайғырды. Бір апта тамақ жемей таксисті қарап шықты екеуі. Жалмауыз қақалып қалып жеп оққан шығарды. Ауызға тегі тамақ болған дейді да, сол сияқты. Рас қой, сөйтіп құрбыдай подружкадай болып жүре беріңіздер. Вообще әйелім басында келін болып түскенде мамама вообще сөз қайтармайтын. Ырза болатын ғой, менің әйелім алтын, сондай керемет деп. Сөйтсем қаяқтан мамам ұрсып аққан кезде ол столдың астынан мамама тылағын көрсетіп отырды. Оны кім білген столды? Қабыл бола берсін. Ырза болады келіндер, молодец. Жәндері кіріп жатыр да. Қабыл болсын.